ше апалар ше Шымкенттің апалары ұстап алды да Мақпал апайға бәрін көзінше Айгүл келін қаласың ба, аласың ба, қайт деп отыр да. Қашсам да қоймады, сосын Мақпал апай алады деді да, мен де алады дей салдым. Дұрыс айттым да. Сен құдай тұраш, балаң красавчик па, барлық апалар не үшін сұрап жатыр деп жатыр. Әйтеуір шүкір Алла деп көшіп орналасып алдым. Квартирам бүгін тауып, на место сөйлесіп, хозяинды жақсы кісі екен, бірден сөйлесіп, давай деп. Мен көшіп кеттім, өзіме квартира қатты ұнады. Қатты күшті емес, қатты жаман емес. Средний ремонтпен, әдемі, былай уютный деген сияқты ғой. Өзіме жақты бірден келген кезінде, көрген кезінде бірден сразу все алам дедім. Анда көп іздеп жүрген жоқ жағынан. Бірақ көшу кішкене қиындау болып кетті енді. Зат көп деген сияқты әйтеуір көшіп алдым, бірақ мен қазір заттарды жайғастырғым келмей шаршап отырмын. Былай арасында баханди жеп отырмын. Қазір Таразға шығуым керек, еще жарты сағаттан кейін сағат 11-де Таразға шығуым керек. Балаларды алып келуім керек. Сонымен болды. Көңілім тынышталады сонымен. Алайсыңдар. В общем, қалаға шықтық. Шымкентте емес, шыққыланып жатыр. Не болды? Кейін наличкамыз бар. И, конечно же, балаларды қуантамыз деген сияқты. Короче. Шашты істеп алдық енді. Үтік болып шыққасын ғой, үтік. Кетіп жүр. Өге. Қайыстар. Бізге тағы бір 2 велосипед керек болып тұр ғой. Шымкенттен сәлем. Шымкентке жеттік, Сапаркүл апай күтіп алды. Мына жаққа келіп. Бір қонақ бол деп тамақ қалды. Қайырлы күн баршаңызға. Қалайсыздар? Біздің жобаға қыздарға, ауылдарға үміткер болып келгіңіз келсе, төменде сілтеме қалдырып кетемін. Көбі сұрап жатады, қайда жазамыз, қайда барамыз деп. Төменге жазсаңыздар, ссылка арқылы өтіп, сіздерге барлық ақпаратты сол жерден беретін болады. Ей. Сүре берейін ба сені? Мына жоқ па? Мына кісінің үйіне келіп қалдық. Қал жағдайын білуге. Жатысты қара. Мына кісі бар. Ей. Мына мысық мен последний келгенде мынандай ғана еді. Өсіп кетті. Мен шай ішейін деп жатырмын. Мынандай вот. Мәссаған. Кеше мен дайындаған завтрам енді бер жағы оқытты. Қай жерге отырайын? На жағы отырасың. Добро пожаловать в наше заведение. Садитесь. Так, желаете посмотреть кино или сразу хотите выпить вино? Қанда бар да я. Мәссаған, молодцы. Әрбайсыңызға. Енді кеше мен завтрак дайындаған едім, бүгін Гүлжан дайындап тосың завтрак. Кім ойлаған е, осы жігіт маған завтрак дайындап жүреді? Кім ойлаған? Өзі де ойламаған екендер. Енді мына жерде жұмыртқаны қуырып та әдемі қылып, араластырып, помидор маяқта. Колбаса да бар ма сенде? Жоқ, колбаса. Біраз нәрсе бар. Главное нәрсе махаббат. И лазадыршы маған мороженое, йогурт. Мына арбуз тауып кетті. Арбузда теріп келдің. Теріп келдің ба? Әдемі. Асып берсің біз. Ужас енді айтамайым ба? Ужас. Аяғым тұрып жеп жатыр. Бірақ түсіп бара жатқан кезде я уже привык. Сосын телефонды қалай ұстап тұрдың? Ұстайсың Мен ба? аяқ-қолымды әлдіріп жатырмын. Бірақ жүрегім қалып кетті. Шымкент. Познакомьтесь, это мой кент деп қоясың ғой. Вот. Айгүлөнікпен бірге съемкадан шығып қолыңыз тартсаңыз қиын болып тұрсыз ғой. Вообще қатты Жарайды. Өзі кішкене Айгүлөнікке ұқсап кетті. жоқ, мына аяғын қарасаңдаршы. Ау? Аяғымды көрсетсең қалай болады? Не болыпты? Сен менің алдыма жатқан кез дым демедік қой? Қашан жат? Жатпадың ба? Жаттым ғой. Бішкекке бара жатқанда, Қырғызстанға бара жатқан кезде. Иә. Қандай болмады ма не? Иә, болды ма? Болды. Кәп қолыңды көрсетші, қолыңды. Ал қыз кәдімгі уже байдың қыздары сияқты болып бара жатыр. Байқап отырсыңдар ма кішкене байдың қатындары ұқсап? Ой. Сұмдық ей. Енді цепочка болса Ол бұйырса.